Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай балалардың сүйіп жейтін және де өзіміздің де жақсы көретін пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Қажет құрамын төменге жазып қоямын. Ол үшін бізге сары май, жұмыртқа, қант, жылы сүт, дрожж, електен өткізілген ұн және де тұз қажет. Ал енді қамыр илейміз. Осындай шұңғыл ыдысқа барлығын салып аламыз, яғни сүтті, қантты, сары майды, жұмыртқаны және де шым тұзды салып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін қолмен тексеріп көреміз. Бізде массамыз жылы болуы қажет, сонда пончиктер көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Ашытқыны, яғни дрожжды салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 30 секундтай күте тұрамын. Кішкене дрожж ергеннен кейін қамыр илейтін боламын. 30 секундтай тұрды. Енді алдын ала електен өткізіліп дайындалған ұнды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз, яғни жұмсақ болып кетпеуі қажет. Бауырсақтың сияқты етіп илейміз. Үстіне кішкене ұн қосып, ыдыстың жан-жағындағы қамырдың барлығын жинап, қамырды біріктіреміз. Осындай біркелкі қамыр шығуы қажет. Қамыр қатты болып кетпеуі қажет, яғни орташа жұмсақтықта. Енді осы қамырды осындай біркелкі болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 40 минут немесе 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне, қамыр 40 минутта осындай болып көтерілді. Енді қамырды жайып, пончиктердің формасын жасайтын боламыз. Енді осы ашыған қамырды ыдысынан тақтайға түсіріп аламыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай қамырды тегіс етіп домалақтап аламыз. Бірінші бөлігін жаямыз. Негізінен қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы, яғни қолға жабыспайды, оқтауға да жабыспайды. Жайғанда өте ыңғайлы жайылады. Сондықтан ұнды қолданбаса болады, ұн сеппей жаюға болады, яғни. Егерде сізде жабысып жатса, кішкене ұнды себуге де болады. Осындай домалақтың көмегімен пончиктердің формасын ойып аламыз. Егерде сізде пончикке арналған дайын форма болса, сонымен істесеңіздер тегіс біркелкі болып шығады. Немесе осылай үлкен және кіші домалақтың көмегімен кез келген үйде бар стакан, қақпақшалардың көмегімен ойып алуға болады. Пончиктердің көлемін өзіміздің қалауымызша жасауға болады. Мен балаларыма жеуге ыңғайлы болу үшін кішкене кішіректеу жасадым. Келесі домалақты жайып, оны кішкене одан үлкенірек етіп жасаймын. Ол үшін кішкене одан үлкенірек шай ішетін кесені пайдалана отырып домалақтар кесіп алдым. Ортасын жаңағыдай насаткамен ойып алдым. Қамырдың қалыңдығын 6-7 мм болатындай етіп жайса дұрыс болады. Жанынан қалған қамырды да қайтадан домалақтап жайып форма жасаймыз. Қамырдың барлығын осылай жасап дайындап алдым. Енді жарты сағатқа бетін жауып, жылы орап қоямыз. Сонда пончиктер кішкене көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Майды орташа отта қыздырып, пончиктерді қуырып аламыз. Май қатты қызып кетпеуі қажет. Егерде май қатты қызып кететін болса, пончиктер тез пісіп, арасы шикі болуы мүмкін, және де түсі де әдемі болып шықпайды, қарайып кететін болады. Сол үшін орташа отта пончиктерді пісіріп аламыз. Пончиктердің көлемі ұлғайып, пышный болып шығады. Міне, келесі бетін аударамыз. Түсі осындай әдемі болып шығады. Сондықтан орташа отта пісіруге кеңес беремін. Екі бетінде осылай қызартып пісіріп алғаннан кейін ыдысқа қағаз төсеп, сол қағаздың үстіне бір-бірден түсіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі пышный баппен пісіп жатыр. Осылай орташа отта пісіріп алыңыздар. Қалған бөліктерінде дәл осылай қайталай отырып, барлығын толық пісіріп аламыз. Ең бастысы күйдіріп алмауымыз қажет. Келесі бетін аударамыз. 30 секундтай күте тұрамыз. Кішкене дрожж ергеннен кейін қамыр илеуіміз керек. Егерде дрожж ертпей қалса, пончиктер қатты пісіп қалады. Сондықтан
Барлығын майдан түсіріп аламыз. Міне барлығын қуырып алдым. Енді шоколадты глазур дайындап аламын. Глазур дайындауға Қазақстан шоколады және де сливки қажет. Екеуін водяной ваннада ерітіп аламыз, бір кекі болғанша. Немесе микроволновкада ерітіп алуға болады. Пончиктің әрқайсысын шоколадты глазурға батырып, бетін кез келген нәрсемен әсемдеуге болады. Әртүрлі жаңғақтармен, кокосовый стружкамен, не болмаса ақ шоколадты ерітіп, әртүрлі өрнектер салуға болады бетіне, не болмаса шоколадтарды бетіне үккіштен өткізу арқылы сәндеуге болады. Жаңғақтарды үккіштен өткізіп бетіне себуге болады. Немесе әртүрлі жаңғақтарды араластырып, ұсақтап турап, өзіміздің қалауымызша әсемдейміз. Немесе сгущенканың көмегімен осылай бетіне сызып жолақтар жасап шығуға да болады. Менің балама ең ұнағаны осы сгущенкамен, өте дәмді болып шығады. Және де осындай кез келген жаңғақты ұсақ етіп турап себуге де болады. Немесе осындай түрлі түсті тәттілерді бетіне сеуіп шығуға болады. Барлығын осылай дайындап аламыз. Міне осымен пончиктеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын!